жабайы бағалар және тиімсіздік. Шекті бағаларды қалыптастыру кезінде өрескел бұзушылықтар анықталды. Олардың қатарында шамадан тыс маркетингтік және тасымалдау шығындарын бағаға қосу. Препараттар тіпті оригиналдардан да бірнеше есе жоғары бағамен сатылып алынған. Дәрілерге қосылған үстеме баға зауыттық бағадан 172%-ға дейін жетеді. Ал Европа мен жалпы әлемде бұл 30%-дан аспау керек. Бір препараттың әр түрлі дәріханалардағы бағасы 3-5 есеге дейін өзгереді. Түп нұсқаның бағасы 344 теңге болса, отандық тауар өндірісінің генеригінің бағасы 1273 теңгеге құраған. Бұл былай қарағанда 4 есеге дейін қымбат. Бұл қалай болуы мүмкін? Отандық зауыт елде сатылмайтын шетелдік аналогтың бағасын алып, соған байланыстырып өз шығындарымен бағасын есептеп, солай дәрінің бағасын көтеріп бекітіп алады. Оны оригиналмен салыстырсақ, көптеген отандық дәрілер шетелдік түп нұсқасынан оригиналының өзінен еселеп қымбат болып шығады. Парацетамолдың зауыттық бағасы аудит көрсеткенде 59 теңге екен. Қырғызстанда 90 теңгеге сатылса, бізде 144 теңгеге сатылуда. Салыстырыңыздар, терафлюге елде бекітілген шекті баға 3,3 мың теңге болса, зауыттық бағасы 1,5. Ресейде 2,2, Қырғызстанда 2,5 мың теңге тұрады дейді.